Қазақстанда аяқ киім бағасы 30%-ға қымбаттауы мүмкін. Мұндай болжаммен қарағандылық кәсіпкерлер бөлісуде. Себебі 1-шілдеден бастап аяқ киімдер арнайы маркировкадан өтуі тиіс болады. Толығырақ тілші тарқатсын. Гүлнара Сымбинова 8 жылдан бері Италиядан аяқ киім тасып келеді. Енді келер айдан бастап ол әр аяқ киімнің қорамына коды бар Data Matrix жапсырмасын жапсыру қажет. Оның үстіне бұл жапсырма Қазақстанға кіргенге дейін жапсырылуы қажет. Түпкі мақсат тұтынушылардың сапасыз тауардан сақтау болып табылғанымен, сатушыға да сатып алушыға да ыңғайсыздық туындатуда. Қазақстан маркасын жапсыруды фабрикаларда, тасымалдаушы компанияларда мойындарына алғысы жоқ. Оның үстіне әр марканы басып шығарудың өзі 10-15 цент тұруы мүмкін. Европада қолмен істейтін еңбек ең бағалы болып табылады. Ал біз маркаларды жапсыратын адамдар жалдасақ, оған көп ақша төлейтін боламыз. Бұл бір. Екіншіден, тауардың жеткізілу уақыты ұзарады. Ал аяқ киім деген маусымдық тауар екенін білесіздер. Әр аяқ киім үлгісіне кәсіпкер ақпараттар базасына арнайы карточка ашып, тауар турасында барлық ақпарат жазып, тіпті бейне суретінде тіркеу керек. Ал бір әкелгенде 15 000 аяқ киім алатындар не істеу керек дейді кәсіпкерлер. На базарах в этом отношении. Базарларда бұл мәселеге тап келген адамдардың 50-60% не заңсыз жұмыс істейді, не мүлдем жабылып қалады. Олар бұл шығынды көтере алмайды. Индустрия министрлігі бұл жүйе аяқ киім өнімдерін бірнеше оңдаған өндірушілер мен сатушылар қатысқан сәтті пилоттық жоба аяқталғаннан кейін жасағанын айтады. Қазір жоба мемлекеттік органдармен келісілуде. Жаңалықтар кәсіпкерлерді қуанта қоймады. Қазір бизнес өкілдерінен көптеген өтініштеріне байланысты міндетті таңбалауды енгізу мерзімін кешірек мерзімге ауыстыру мәселесі талқылануда. Тауарлардың таңбалануын бақылайтын мемлекеттік кірістер комитеті әзірге ешқандай түсініктеме бермеді. Олар әлі ешқандай нормативтік құқықтық актілер алған жоқпыз дейді. Аяқ киім импорттаушылардың айтуынша таңбалау бағаға әсер ететін түсінікті. Олар кеден қоймаларында маркаларды әр жұпқа желімдейтін жеке персоналды жалдауға мәжбүр болады. Яғни тасымалдау шығындары артады. Аян Алматұлы, Ирина Нинашева, Данил Заславский, 5-ші арна.